біздің өндірістің лабораториясы. Бұл жерде сырье келген моменттен бастап испытанияларды жүргіземіз. Хирургтардың уверенно қолдану үшін, сенімді қолданылуы үшін біз қамтамасыз етуге тырысамыз жақсы өнім шығаруды. Бұл өзімізде шығатын гинекологиялық печаткаларымыз. Бұларды да қолданар алдында біз сынақтар жүргізіп аламыз лабораторияда. Және сапасын жақсы болса, келесі қолданысқа жібереміз. Бұл жерде көз бояушылық, көз жұмушылық деген болмайды. Мынау досым екен, бұның шыққан брагын мысалы көрмей қалайын деген сияқты әңгіме болмайды. Себебі бұл жерде өте жоғары жауапкершілік. Химия факультетін бітірген әрбір адам ол барлық салада жұмыс істей алады. Жалпы осы химия саласында жұмыс істеп жатқан мамандарды бағалауымыз керек. Химия ғылымдардың патшасы дейміз, ал сол патшалықтың қазынасы өндіріс. Себебі айналамыздағы сан алуан заттардың барлығы дерлік химиялық процесстердің нәтижесінде пайда болады. Біз киетін киімнен бастап ішетін дәрі-дәрмекке дейін сол химияның жетістігі. Тіпті қазіргі таңда медицина саласындағы шприц пен дәрігердің қолғабы да бәрі химия өндірісінің өрісі. Жалпы еліміздің бай табиғи ресурстары химия өнеркәсібінің өркендеуіне зор мүмкіндіктер береді. Минералды тыңайтқыштар, полимерлер, бояулар, жуғыш заттар, фармацевтикалық препараттар және тағы да басқа көптеген өнімдер отандық кәсіпорындарда өндіріледі. Бұл өнімдердің сапасы мен тиімділігін арттыру үшін химия өндірісінің мамандары күн сайын қажырлы еңбек етіп жүр. Бүгін біз солар жайлы баяндаймыз. Осы біздің лабораториямыз, біздің өндірістің лабораториясы. Бұл жерде сырье келген моменттен бастап испытанияларды жүргіземіз. Входной контроль деп атаймыз, және производство кезіндегі этапындағы промежуточный контроль, постоянный контроль, выборочный контроль және отгрузка кезіндегі контроль жүргіземіз. Сапа бақылау отделы деп өзіміздің атымыз айтып тұрғандай, біз әр зат кірген кезде сапасына сай болу керек. Шыққан өнімдердің барлығының сапасы соған байланысты болады. Және өзіміздің больницаларымызда қолданатын хирургтардың уверенно қолдану үшін, сенімді қолданылуы үшін біз қамтамасыз етуге тырысамыз жақсы өнім шығаруды. Өзімізде жоғары білімді және опыттары бар жұмысшылар істейді. Лабораторияда міне біздің специалисттарымыз және лаборанттарымыз жұмыс жасайды. Сменмен, екі сменде қамтамасыз етуіміз жұмыспен. Бұл өзімізде шығатын гинекологиялық печаткаларымыз. Бұларды да қолданар алдында біз сынақтар жүргізіп аламыз лабораторияда. Және сапасын жақсы болса, келесі қолданысқа жібереміз. Қазір бұның қалыңдығын және де ұзындығын, енін стандартқа сәйкес тексеретін боламыз. Осы аппараттың көмегімен және де әр біздің өнімдеріміздің өзінің арнайы стандарттары, кодтары бар. Соларға сүйене отырып, бұны гинекологиялық мақсатта қолданамыз, және де біздің осының хирургтарымыз қолданатын болады. Біздің көптеген өзіміз шығаратын печаткаларымыз бар. Оның ішінде осы хирургиялық мақсатта қолданатын және диагностикалық мақсатта қолданатын печаткаларымыз бар. Бұл соның ішінде осы хирургиялық печаткамыз, яғни стерилді өнім болып саналады бұл біз шығаратынымыз. Жаңағы лабораториядан промежуточный контроль деп айтамыз, содан өткен химик лаборанттарымыз тексерген шприцтар тексеруден өтіп, әрі қарай коробкаларға упаковка жасалынды. Осы күйінде қоймаға және қолданысқа, больницаларға және басқа жерлерге кетеді. Оның барлығы сапалы екеніне біз өзіміз кепіл беру керекпіз. Сапа бөлімі болғандықтан әр шприц, әр адамның денсаулығы, өмірі деп айтсақ болады. Бұл өнімдеріміз кейін стерилизациядан шыққаннан кейін проба отбор жасалынып, оның барлығы ары қарай лабораторияға тексерілуге жіберіледі.
әр партиядан стерилді екеніне сенімді болу керекпіз. Врачтар қолданған кезде бұның барлығы әр адамның өмірі болып саналады. Сондықтан біздің саламыз өте маңызды. Бұл жерде жұмысымды 14 жыл бұрын бастағам. Ол кезде мен жаңа начальник цеха болып бастағам. Жай ғана қызметкер болып бастап, содан міне 14 жылдың ішінде директор болып отырмын. 19 жылдан бастап осы заводтың директорымын. Енді мен химия саласына келетін болсам, химия саласы өзім химия факультетін бітіргем, Қазақ ұлттық университетінің химия факультетін бітірдім. Сол мамандықты бітіргеніме өте қуаныштымын. Біз қазір шприц шығаратын цехымызға келдік. Осы бұрышта бізде көрсетілгендей, уголок качества деп айтамыз, сапа бұрышы. Біздің брактың түрлерін көрсетіп қойғанбыз. Бұл біздің жұмыс істейтін жаңағы бізде химия саласындағы оқуды бітіріп келген біздің специалисттарымыз бар, лабораторияда істейтін химиктарымыз бар. Солар бізде осы бұрышқа келіп, описание деп айтамыз, брактардың жазылған, түрлер жазылған, сонымен салыстырып көріп, кез келген өнімді тексере алады. Химия саласында енді еліміздің оқу орындары, жоғары білім беретін оқу орындары қызығушылықтарын арттыратын, мысалы материалдар дайындап, агитациялық жұмыс деп айтады ғой, мысалы мектеп оқушылары біле бермейді бұл саланың қаншалықты маңызды екенін, қаншалықты елімізде керек екенін, қаншалықты болашақта өздеріне орын табатынын біле бермейді. Өйткені химия факультетін бітірген әрбір адам ол барлық салада жұмыс істей алады. Өйткені химия факультетінде бізді тек қана химияға ғана үйреткен жоқ, барлық салаға да үйреткен. Химия мамандығы ол өте әрбір адам оны бітіре алмайды, оқи алмайды. Химия мамандығын бітірген адамдар өте сондай білімді, өте сондай өз-өзіне талап қоя алатын адам, өз-өзін дисциплинированный адам болу керек. Өйткені көрінген адам оны бітіре алмайды, өйткені өте қиын. Өздеріңіз де білесіздер, бұрыннан химия мамандығы деп. Сондықтан сол химия мамандығын бітіргеніме өте қуаныштымын. Ол мамандықты бітіріп, міне қазіргі таңда директорлық қызметімді атқарып отырмын. Ол жерде менде менеджмент қой енді в основном. Химия мамандығын баяғыда оқысам да, енді сол салада болса да оқып жатырмыз. Дәл қазір осы сапа бөлімінде 15-20 шақты адам жұмыс жасайды. Әрқайсысы өзінің маманы. Жаңа лабораторияда көрсеткендей, әр шикізат және шығарылған өнімнің сапасы тексеріліп, әр этапта тексерістен өткізіледі. Қолданысқа алған кезде әр адам біздің өнімдердің сапасына риза болғанын қалаймыз. Біз үшін өте маңызды, клиенттеріміздің риза болғаны өте маңызды. Лабораторияда жұмыс істегеннен кейін әр өнімнің, әр шикізаттың сапасы бағаланып, зерттеліп, оның барлығы толыққан тексеруден өткізілу керек. Және бұл жерде көз бояушылық, көз жұмушылық деген болмайды. Мысалы, өзіміздің бірге жұмыс істеп жатқан производстводағы жаңағы жұмыскерлерімізбен біз мынау досым екен, бұның шыққан брагын мысалы көрмей қалайын деген сияқты әңгіме болмайды. Себебі бұл жерде өте жоғары жауапкершілік. Біз өзіміздің жауапкершілігіміз сезінгеннен кейін әр нәрсенің нақтылап, жазып, осылай жүзеге асыруға міндеттіміз жұмысымызды. Біздің бұл заводта химия мамандығын бітірген көптеген қызметкерлер жұмыс істейді. Соның ішінде бізде Нұртазина Гүлдария қазіргі таңда сапа бөлімінің басшысы. Сапа бөлімінің басшысы болып жұмыс істейді. Ол өзі өте жақсы қызметкер, өзінің жұмысын жақсы біледі және өзін жақсы атқарады. Ол мен енді Гүлдария туралы айта кететін болсам, өзінің мінезде сондай талап қоя алатын өте жақсы қызметкер.
ол мамандықты бітірген, өзі қалап оқып ол мамандықты бітірген әр адам өзінің жұмыс орнын табады деген ойдамын. Жұмыс қиындығын жаңа сұрап отырсыз ғой сіз. Жұмыстың қиындығы мүмкін мұнай саласында істеген кезде енді вахта сол жағынан қиындықтар болып жатқан болу керек. Себебі бірге біз бітірген курстастарымыз жас кезінде оңай көрінеді, әрі қарай семья құрып есейген кезде вахтаға да әр адам төзе бермейді. Көптеген осындай зерттеулер бұрында жүргізілмейтін, тек қана шетелге жіберілетін. Қазір жыл сайын лабораторияларымыздың саны артып жатыр, жасалынатын зерттеулердің сапасы артып жатыр. Көптеген технологиялар келіп жатыр біздің елімізге, біздің қолданысқа көптеген технологиялар келіп жатыр. Көптеген медициналық және басқа да техника келіп жатыр. Химия өндірісінің маманы бұл тек қана зертханада тәжірибе жасап, реакция теңдеулерін жазатын адам емес. Ол өндірістің әрбір кезеңін бақылап, процестің дұрыс жүруін қамтамасыз ететін жаңа технологияларды енгізіп, өнімнің сапасын жақсартатын жан-жақты маман. Химик технологтар шикізатты өңдеуден бастап, дайын өнімді шығарғанға дейін барлық процестің технологиялық картасын жасайды. Олар әрбір қадамның қауіпсіздігін, тиімділігін және экологиялық тазалығын қадағалайды. Ал инженер-химиктер өндірістік жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етіп, оларды жөндеу және жаңарту жұмыстарын жүргізеді. Жеті производственный цехымыз бар, өзіміздің стерилизация жасайтын цехымыз бар. Өзіміз шприцімізді алсақ, шығаратын, мысалы біздің компанияда шығарылатын шприц өнімін алсақ, ол лабораториядан тексерілуден өткеннен кейін жаңағы химиктарымыз, лаборанттарымыз оған әрі қарай қолданысқа болады деген заключение берілгеннен кейін, ол әр адамның өмірі деп айтамыз. Мысалы, өзіміз ауырып қалған жағдайлар болады, туған туысқандарымыз ауырып қалған жағдайлар болады. Әр адам өзінің жауапкершілігін сезініп, әр этапта тексеруден жүргізіп және әрқайсысы өзінің жұмысын толығымен атқарса, онда тек қана біздің әрі қарай қолданысқа өнімді, сапалы өнімдер беріледі. Бізде сырье ретінде осы нитканый материал келеді. Біз одан өзіміздің маскаларымызды, көптеген комплекттерімізді және соның ішінде простынялар, әртүрлі керекті құрал-жабдықтар шығарамыз, өнімдер. Біз бұны қолданар алдында өзіміз лабораторияда тексеріп аламыз, сапасын, және барлығы жақсы болған жағдайда келесі біз производствоға жібереміз, жарамды материал ретінде. Қазір өлшеп мен бұның плотностын тексеремін, материалдың сәйкес келе ма, біздің стандартпен сәйкес келмей ма. Мына оборудованиядан шығып жатқан дайын өнімдер, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, дайын өнімге инелері қосылып, әрі қарай лабораторияда микроскоппен тексеріледі, диаметрі, қалыңдығы, маркировка қойылып, шығарылған күні барлығы көрсетілген. Осы өнімдеріміз әрі қарай гофрокоруптарға салынып, стерилизация бөліміне жіберіледі. Өзіміздің стерилизация цехымыз бар, этилен оксидпен стерилизация жүргізіледі. Елімізде негізі химия пәнін бітірген жас маманға жұмыс көп деп ойлаймын. Және қазір бұрынғы заманда бізде мысалы электрондық хат деген, және қазірғыдай социальный сети деп айтамыз ғой, ондайдың барлығы дамыған болғанның өзінде біз таныстарымыз арқылы немесе барып тізімін қарап алып, осындай компаниялар бар екен, барып қандай жұмысшы керек екенін қарайын деп, ол кезде вакансиялар былай қазірғыдай орналастырылмайтын. Бізге бір айта кететінім, химия мамандығын бітірген қызметкерлер өте тапшы болып келеді. Ол өйткені қанша көп адам бара бермейді ғой, сондықтан бұл кісілерді, бұндай химия мамандығын бітірген қызметкерлерді табу өте қиын. Сондықтан біз оларды солай мәпелеп, сондай ұстап отырамыз.
оларды жоғары бағалаймыз. Қазіргі енді осы заманымызда осы жылы жұмыскерлер жылы деп тағайындалып еленіп жатқаны өте қуантады. Тек қана біздің сала емес, химия саласы ғана емес, басқа да мысалы жаңа айтып жатсыздар ауыл шаруашылық немесе қиын өндіріс мамандары, ол жағынан барлығы еленіп жатқаны тек қуантады бізді. Әрі қарай технологияларымыз дамып, бұл салаларымызға көңіл бөлініп, жас мамандарымыз көбейіп, әрі қарай алып кетіп жатса, еліміз үшін өте жақсы деп ойлаймын. Сырттан, мысалы, шетелден, Европадан келіп жатқан технологияларымызды қолданып. Жалпы осы химия саласында жұмыс істеп жатқан мамандарды бағалауымыз керек. Олардың арқасында бізде көптеген заводтар, лабораториялар, соның арқасында біз елімізге көптеген пайда тиюде. Соның бірі және бірегейі Гүлдария Нұртазина. Ол кісі менің бастығым болып жұмыс жасайды. Яғни мен осы жерге келгеніме бір 6 ай болды. 6 айда біз бір командада да бір бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Және де барлығы жақсы деп айта аламын. Бұл саланы негізінде химия саласын таңдаған адамдар қоғамға зор пайдасын тигізеді. Себебі жаңағы тексеріс жүргізу, әрбір лабораториялық зерттеулер, олардың барлығы өте маңызды. Олардың арқасында біз сапалы өнім шығарудың қаншалықты маңызды екенін түсініп, стандарттарға сай өнімдер шығарамыз. Кейбір жастардың қазіргі енді қалай жастарымыз бірден жоғары оқу орнын бітірдім, мен осындай маманмын, менің енді айлығым осындай болу керек деген сияқты. Өзім мысалы осы компанияда жұмыс істеген кезде көптеген бір 50 шақты десем кем болмайтын шығар адамдармен мысалы собеседованиялар жүргізіп жұмысқа алып, оларды әрі қарай наставник болып карьерасында өсуіне атсалысып жүрмін. Біз ол кісіден үйренетініміз өте көп. Ол кісінің тәжірибесі және осы салада ұзақ жұмыс жасаған, тәжірибелі маман деп айтсам болады. Сол кісіден біз көптеген нәрсе үйреніп жатырық. Жас маман ретінде. Өте білімді адам, жауапкершілігі жоғары, әрқашан жан-жағына көмектесіп жүреді. Ақ көңіл кісі деп айтсам болады. Собеседование келген жағдайда бірден жоғары жалақыны талап етіп тұрады. Бітіргені мысалы әрі опыты жоқ, бітіріп келген дипломмен келіп тұр, мен бітірдім, жоғары білімім бар деп кейбір мамандар бірден жоғары жалақыны талап етіп тұрады. Кейбіреулері түсінеді, аз жалақыға келіп, өзін көрсетіп, мысалы жарты жыл істеу мүмкін, 2 ай істеу мүмкін. Әр жұмыс беруші мамандарды, жақсы жұмыс істейтін талапты мамандарды бірден көзге іліп алып, әрі қарай өсуіне, дамуына көмектеседі. Жаңағы мен айтып өткендей, химия саласын бітірген специалистеріміз қазір осындай фармацевтика лабораториясында істей алады, болмаса промышленный басқа да пищевой салада деп айтады, біздің сол салаларда жұмыс жасай алады. Химия пәні бізге мамандар қажет. Қазіргі таңда химия өндірісінде шприц, дәрігердің қолғабы сияқты медициналық бұйымдар да шығарылады. Бұл өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігі халықаралық стандарттарға сәйкес болуы керек. Сондықтан химия өндірісінің мамандары үздіксіз білімін жетілдіріп, жаңа технологияларды меңгеруі қажет. Химия өндірісі бұл үнемі дамып, жаңарып отыратын сала. Онда жұмыс істеу белгілі бір деңгейде шығармашылықты, жаңалыққа құштарлықты және жауапкершілікті талап етеді.
аса күрделі де қоғам үшін қажетті мамандық иелерінің жұмысына жеміс тілейміз.